Енді бүгін бізде ерекше қонақ. Бүгін біздің қонағымыз туралы бір сағаттық подкаст аз болады деп ойлаймын. Дегенмен де өте көптеген әңгіме айтқай тұрмыз. Және бұл жерге келген қонақтар кішкене қобалжып жатса, мен қазір келген қонақтың алдында мен қобалжып отырмын. Аузымнан авария болып кетпейін деп отырмын. Өйткені бұл кісінің жасап жатқан еңбегі, мынау қазақ халқына жасап жатқан еңбегі ерекше. Сондықтан қарсы алыңыздар. Бүгін бізде қонақта Оразгүл апайымыз. Бұл кісі қазақ тілінің жанашыры, және де қаншама жолды өтсе де, қаншама еңбек жасаса да, тіпті қаншама білім жасаса да, алса да, бұл білім өмір бойы қажет екенін бізге көрсеткен, өзінің үлгісіменен, өзінің жаңағы тәжірибесіменен бізге керемет сондай бір білімге деген махаббатты қаншама адамға аша білген. Бүгін бір түрлі тақырыпты айтайық деп тұрық. Әсіресе апайдың қозғап жүрген тақырыбы сондай-ақ осы жалпы білімге қатысты. Енді білім арқылы ұрпақ тәрбиелейміз ғой. Оразгүл апай, қош келдіңіз. Сізді көргеніме өте қуаныштымын, сыртыңыздан қанықпын. Мен сіздің біздің сабаққа қатысып жатқаныңызды естіген кезде кәдімгідей жаңағы бүйтеді ғой, бойыңды түзеп не қыласың ғой, енді үлкен кісінің сондай сияқты болып, мен қалай бұл жерде сабақ беремін деген сияқты да ой туындады. Және сізбенен бірнеше рет Zoom-да да сөйлестік. Қош келдіңіз. Өзіңіз туралы жалпы емін-еркін ыстық шайды құйып алдық, әңгімені айта берейік. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет айналайын. Кәмшат, мен өзіңмен кездескеніме, өзіңе осы сұхбатқа шыққаныма өте қуаныштымын. Рахмет көңіл бөлгеніңе. Мен енді саған әрине шәкірт ретінде келдім, қуана келдім. Білмеймін неге екенін, мен сен туралы кеш естіппін. Бірақ барлық нәрсенің өзінің уақыты болады дейді. Бір күні кешке жаңа нені қосып отырсам, әлеуметтік желіге сіз шығып айтып жатыр екенсіз осы жаңа қазіргі беретін сабағыңызды. Соны ойлап, ары ойлап, бері ойлап тұрдым да, алдында бір алғым келді, бір алмағым келді. Осы жетеді ғой Оразгүл оқығаным. Содан жаңағы сенің бір сөзің маған қатты ұнады. Сен былай дедің: кез келген адам миллионер бола алады. Бірақ миллионердің барлығы жеңімпаз бола алмайды. Жеңімпаз болып өзін өзі жеңген адам, ол барлық уақытта миллионер болады. Жаңағы сөзің маған тура былайша айтқан кезде, қой Оразгүл, мына сабақты тыңдау керек, нағызды тыңдау керек деп сол күні жазылдым. Алғашында бір льгота дегенмен сонымен жазылдым. 1000 теңге төлеп орын алып қойдым. Содан кейін тағы тыңдай бердім ары қарай. Одан сайын өте бір үлкен сенімге ие болдың. Содан кейін сол жарты сағаттың ішінде түгел нені төлеп мен қатыстым. Ешқандай өкінбеймін. Мен өте ерте бұл жан ілімін алуды бастаған адам, Нарбековтен, Дейл Карнегиден бастаған адам, өмір бақи оқып келатқан адаммын. Бірақ сеніке мен өмірі армандайтын. Мен мысалы Нарбековтен курс алғанда өңшең орыс тілді қазақтар және өзге этнос өкілдері болды. Сонда шіркін-ай, қазақ тілді қазақтарға осылай келіп лекция оқитын адам жоқ қой деп армандайтын сол 90-шы жылдары. Содан жаңа кітап іздеген кезде де білесің, енді өзің де айтып жүрсің, жаңағы Міржақып Дулатов пенен Мағжаннан басқа педагогика жоқ болған деп. Шіркін-ай, осыны бір іздендіріп кітап жазса деп армандайтын. Бірақ неге екенін білмеймін, менің қолыма сенің кітабың түспепті. Сол күні келіп ертеңіне кітабыңды алдым. Кітап сатып отырған қыз Лаураны мен бұрыннан танимын. Әлгі таңғы жүрісте, мен де таңертең жүріп, ол да жүреді, салады. Сосын көргенде: Лаура, сен емессің мұны таңертең салып? Мен Кәмшаттасың. Сөйтіп үш кітабымды бірден сатып алдым. Бір күнде бәрін оқып шықтым, астын сызып. Содан бері қарай өте өзіңе рахмет айтқым келеді. Біріншіден сенің сабағыңда жүйелік бар екен. Сен бірінші адамның өзін тануға, өзі Алла тағалада адамды жаратқанда өзіңді тани деді ғой. Осы тақырыпты кәдімгі, енді бір неден адам болмаса кез келген адамның санасына жеткізетін қылып реттеген екенсің. Сол үшін рахмет. Тақырыптарың бірінен кейін бір құйылып тұр, жүйелі. Сосын жаңа түбіне шейін жеткізілген. Әлемдік деңгейдегі психологтар өзіміздің ақылмандардың барлығын қамтыған екенсің. Сол үшін саған рахмет.
Сосын енді оқып жатырмын, шәкіртіңмін, айтқанның бәрін жасап жатырмын. Менде былай болады ғой, бір өрлеп өршіп кетемін да кейде түсіп қаламын. Енді адамбыз ғой, пендеміз. Қанша өз-өзіме білім алдым, өз-өзімді тәрбиеледім дегенменен, жаңағы адамдың жан-жағын неғылған жаңағы 10 несін алатын болсақ, соның бір жағында жетістіктің төбесінде тұра берсем, бір жағында кейде түсіп кетеді екен. Осы жақтарымды қазір қайтадан жазудың үстінде. Мысалы, Нарбеков оқытқанда жаз дейтін, бірақ ода жүйе болмады. Одан кейін көп қыздардан оқыдым. Менде сол жүйелік жетпеген екен. Қазір бір керемет жазудың үстінде. Мен өз жазуға құмармын. Ана тектануды оқығанда да олар 500 рет жаз дейді. Ана том-том қылып жазып қойғам, одан зиян көрген жоқпын. Барлығын оқып білгеннен, барлығынан жақсылық көрдім. Сондықтан бізді көріп отырған сенің оқырмандарының барлығына, жалпы бізді тыңдайтын халықтың бәріне айтатыным, кешегі Кеңес одағының кезінде бізде ұлттық педагогика, психология деген болған жоқ. Бұл туралы Советхан Ғаппасов ағамыз, өзі медицина, өз педагогика ғылымының доктор, академик кісі айтады. Мәскеу тек қана советтік психологияны дамытты. Пединстардың бәрінде советтік психология оқытылды. Ұлттық психология жол жоқ. Ол советтік психологияның тек материал болу керек деді. Сондықтан мен депутат болған кезде осыны көтеріп, бізді шетелге апарып оқытты ғой, 40 күн Америкада оқығанда, сонда мектептерге бардық, балабақшаға бардық дегендей, ауруханаларына бардық. Барлық жерде психологтар бар. Кейбір мектептерде 30 балаға бір психолог, кейбір мектептерінде 100 балаға, кейбір мектепте 300 балаға. Бізде ол кезде жалпы мектепте, ұжымдарда психологтың жоқ кезі. Содан көтеріп, Құдайға шүкір, пединстарда психология кафедрасы ашылды. Біз алғаш оқытқан кезде Мәскеуден шақырып оқытқан білім ғылым министрлігінің несіменен. Жақында мен министрде болдым, осы мәселені көтеріп айттым. Осы Камчат бастаған психолог қыздарды, мектептің психологтарын оқыту керек. Олар енді қай жерден қандай білім алды, тереңдету үшін өзімізде бар бір нәтижеге жеткен қыздарға жиып мақұл деді. Сондықтан екеуміз тізім жасауымыз керек. Алла қаласа. Алла қаласа, министр осыны көтерді. Бізде осы жан ілімі жетіспей жатыр. Сондықтан қазір ойбай анамен күрес, мынамен күрес, біресе нашақорлықпен күреседі, біресе жаңағы отбасылық зорлық, онымен күресудің керегі жоқ. Жұртқа білім беру керек. Жұртқа білім беру керек, жұрттың ойын өзгерту керек. Қазір әлгі мен отбасы берекесі деген тақырыпта да дәріс оқимын. Сонда күйеу әйелін жамандайды, әйелі күйеуін жамандайды, енесі келін жамандайды, келін өзінің кінәлі екенін ешқайсысы сенбейді. Өйткені олар кінәлі емес, олардың жаңағы балабақшада да, мектепте де, жоғарғы оқу орнында да, отбасында да кінәні өзіңнен ізде деген кешегі аталарымыз, шәкәрімдер айтып кеткен, енді бізге ешкім оқытқан жоқ. Сондықтан бұл ілім бесіктегі баладан зейнетке шыққан ақсақалдардың бәріне керек. Жаңа билер кеңесі деп жатыр, олардың өзі де бір-бірімен айқайласып кетеді. Яғни олардың өзіне жан ілімі керек. Сондықтан бұл керемет тақырып, 3 кітабыңның 3-еуінде оқып шықтым, өте жүйелі. Сондықтан мен сенің шәкіртің. Ой, апай, рахмет. Мына жерде енді басымды иіп рахмет айтам, өте тамаша. Апай, мысалға бізде сіз жаңағы қазақ тілі деп, осы қазақ тілі дегенде сіз енді оянып тұрған кезде сіздің жаңағы бүйтіп адамның сұр әлпетіне қарайсың,да кәдімгідей бүйтіп еш жиясың ғой. Сіз қазақ тілі туралы айтқанда арқаңыз қозып, мен оны көргенмін өзім, сондай бір шабытпен, сондай бір махаббатпен, сондай бір рухпен бұл тақырыпты қозғайсыз. Осы қазақ тілге қатысты мен өзім бір көрген бір жағдайды айтқым келіп тұр. Мына біз қай қоғамда өмір сүріп жатамыз, сол қоғамның бөлігіміз ғой. Анша-мұнша жыртықтары, нелері көрінбейді да, минустары. Ал енді басқа жаққа барып, мен осы 4,5 жылдай Турцияда тұрып келдім да, Қазақстанға кірген кезде мен айтайын, елім жерім сағынамыз ғой, бәрі күшті, керемет. Бірақ кіріппегенде маған сондай бір үлкен жарадай болып, сүйелдей болып көрінген нәрсе, қай кафетерияға кірсеңіз де, қай мейрамханаға, қай дүкенге кірсең де здрасте деп қарсы алады да. Шынымен де осы қатты тиді. Бірінші үндемедім. Екінші үндемедім да, сосын бір күн тұрып алдым да,
неғып мен түріме қара деймін да, мен орысша сөйлемек тұрып сөйлей алатын қызға да ұқсамаймын. Уже менің түрім айтып тұр ғой деймін да, таза қазақ екен. Неге терлеп тұрсың маған здрасте деп. Кәдімгі сөйтіп айтам, сөйтіп талап ете бердім. Шынымен де мен кіретін қаншама жаңағы асхана, тамақ ішетін жер барлығы қазақша сөйлейтін болды бүгінде. Яғни біз сіздің айтып жүрген дүниеңіз осы, біз барып мемлекетті өзгертудің қажет жоқ. Мемлекет басына барып тиісуіміздің қажет жоқ. Әрбір адам өзі осылай қоғамға үлес қоса алады. Осы қазақ тіліне қатысты сіз қазір әр жерде үлкен лекциялар оқып жатырсыз. Графигіңізді көрдік, өте тығыз. Соған қарамастан бізге әдемі уақытыңыз бөліп келгеніңізге рахмет. Осы туралы айтсақ апай, қазақ тілі туралы. Енді сенің тақырыбыңның өзі ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт дегенің өте дұрыс. Мына біздің ойымызды құртты ғой. Мен мектепте оқығанда бір совхоздың бөлімшесінің мектебінде оқыдым. Өңшең қазақ тұратын. Бірақ сол біздің мектептің кез келген сыныбына кірсең, бірақ жазылып тұратын. Великий, могучий русский язык деп. Оны кәдімгі орысша жазып қоятын. Көрдің бе, сонда анау мектептің қабырғасынан анау қазақы ауылдарға жазып қоятын. Великий, могучий русский язык. Сонда орыс тіл деген бір керемет ұлы, қуатты тіл болып тұр. Ол шындығында солай ма? Шындығында олай емес қой. Шындығында 18 ғасырда орыстардың өзі біздің тіліміз кедей тіл. Бұл тілмен ғылыммен техниканы дамытуға болмайды деп француз тілінде оқыған. Байлары, манаптары, дворяндарының барлығы французша сөйлеген. Қашан Наполеон Европадан жеңілгенше? Наполеон Европадан жеңілген Наполеон тілінде сөйлейміз бе? Өз тілімізді тіктеп, Ломоносов бар, Радишева бар, жаңағы орыстың өзінде бар сөзін өзінде жоқ сөзін сырттан алып, орыс тілін байытып, 15 одақтас республикаға жаңағыдай великий, могучий русский язык деп ойын өзгерткен. Ойын өзгертіп, сол кезде санасына 15 республиканың сіңірген. Мені осы сіңіп қалған, содан кейін орыс тілін білмесең қызмет бермейтін, орыс тілін білмесең күн көре алмайтын дәрежеге жеткеннен кейін орыс тілі әлемдегі тілдердің ішінде алтыншы орынға бірақ шықты. Сол қалып қалған әдет қалыптастырды ғой, енді ойымызды өзгертті, сөзімізді өзгертті, ісімізді өзгертті дағы бізге сол әдетті қалыптастырды. Сол әдеттен алып шығу үшін мінекей осындай өзің сияқты қыздар жұрттың барлығы естіртіндей әңгіме айтуымыз керек. Мен енді қазір зейнеткер болсам да, кім шақырса, осы менің әңгімем керек болса, барып осы әңгімені. Мақсатым біреу. Орыс тілінің, мысалы, жаңағы мынау деньги деген сөзі қазақтың теңге деген сөзінен шыққан. Орыстың казначейство деген сөз қазақтың қазына деген шыққан. Орыстың стакан деген сөз қазақтың тостаған деген сөзінен шыққан. Яғни Олжас Омарұлы Сүлейменовтің Азия деген кітабын оқысын, маған сенгісі келмеген. Мен 6 жыл Астана қаласының тілдер дамыту басқармасын басқардым. Сонда Мәскеудің халықаралық тілдер институтынан академиктер шақырып лекция оқытамыз. Сонда Синицин деген академик келіп, кәдімгі слайдпен көрсетіп, мынаны біз түркіден алғанбыз, мынаны түркіден алғанбыз. Мысалы, ағылшынның international деген сөзінен интернационал алған. Сөйтіп өзінде жоқ сөзін алып, көбейтіп, соны қолданысқа енгізген. Бізге де, біз бәрін орыстардан үйренеміз ғой. Бізге де қазір өзіміздің, біздің 10 сөзіміздің 7 өзіміздікі. Енді қалған жоқ сөзді сырттан алып кіргізіп. Мысалы, балмұздақ. Біздің ата-бабамыз балмұздақ жеген жоқ. Қымыз ішті, қымыран ішті, кілеге ішті, қаймақ жеді. Кейін балмұздақ келгенде лингвистеріміз шығарды. Өзі балдай тәтті, өзі мұздай. Сіңді де кетті, қазақта бұрыннан. Сол сияқты кез келген сала, қай сала болсын, ол энергетика ма, ол жаңағы кен байыту ма, темір жол ма, денсаулық сақтау ма, қай салада жетпей жатқан сөз бар, бізге мына сөзді аударып бер десе, аударуға тиісін аударады, терминком бар, аударуға тиіс еместігін сол қалпында қабылдайды. Терминкомнан бекітіп алуымыз керек дағы. Өз сөзімізді байытып, қолданысқа келу керек. Енді мынау тілді қолданысқа енгізуіміз қажет. Бұл біздің мемлекетіміздің нышаны сияқты деді
президентіміз. Сондықтан біз осы ниет керек деді. Менің қазіргі мақсатым мекемені аралап ниетін тудыру. Жалпы менің мақсатым кез келген ұжымда, ол балабақша бола ма, мектеп бола ма, кез келген ұжымда қазақ тілі қоғамын құру, қоғамдық ұйым, азаматтық қоғамның ойын өзгерту, санасын өзгерту. Біздің тіліміздің орыс тілінен ешқандай кемдігі жоқ. Кез келген ұлтқа өзінің тілі ұлы, өзінің тілі қуатты. Өзінің тілі великий, өзінің тілі могучий. Осыны жұрттың ойына салуымыз керек, санасын оятуымыз керек. Менің мақсатым сол. Мысалы, Мұхтар Шахановтың ғана тілі емес, Айталының ғана тілі емес. Бұл әр қазақтың өзің сияқты. Мен 70-ші жылы Алматыда оқуды бітіргеннен кейін Сарыағашқа келін болып түстім. Алматыда орталық универмагқа, ЦУМға барсаң, орысша сөйлемесең саған қарамайтын ол кезде. 1970 жылы. Ташкентте ГУМ деген магазин бар екен, бас универмаг. Ташкентке алып барып мен киім әпереді екен келінге. Барып ГУМға тұрып орамал алмақшымын. Маған орамал бер деп орысша сөйлесем, маған сатушы қарамайды ғой. Қарамайды маған. Менен кейін өзбекше сөйлеген жіберіп жатыр. Сосын бір келген адам айтты, балама өзбекше сөйле. Мен айтым өзбекше, онда қазақша сөйледі. Маған орамал берші десем, анау мені енді көргендей сатушы, нәйеті сатушы 1970 жылы тілді саясат қып тұр. Жоғарғы тіл білімді мұғалімді орнына қойып тұр. Келдің бе Өзбекстанға, өзбекше сөйле деп тұр. Міне сол ой, сол қимыл, сол сөз біздің сатушығымызға да, банкте істейтінге де, халыққа қызмет көрсетеді. Қай салада істейтін қазақтың ұлына да, қызына да, әрбір адамға осы ой тудыруымыз керек. Әрқайсысы өзінің орнында. Мысалы, саммит өткен кезде біз Астанада бүкіл ресторандардың менюлерін, мейрамханалардың жаңағы ас мәзірін қазақшалап бердік. Сосын қайта барып тексеріп, бәрін қойдық. Сосын саммит өткен соң бардық мейрамханаларға. Сізден басқа ешкім сұраған жоқ дейді. Сонда енді бізден басқа пәленбай мың халық бар ғой. Сонда қазір жұрттың бәрі мейрамханаға барады, тойханаға барады, асхан мәзірін сұраса. Қазір Құдайға шүкір деп атайық, ауруханалардың барлығында қазақ дәрігерлер. 90%, 98% қазақ. Баратын адамдар да қазақтар. Жазатын ауруының тарихы бәрі орыс тілінде. Неге? Ағзада қазақшасы жоқ сөз бар ма? Ағзаға ат қоюда қазақтан өткен адам жоқ. Мысалы, бір ағылшын келіп сұрапты дейді дәрігерден. Сендерде жалпы осы денсаулық сақтау саласы дамыған ба деп. Айтты, өзің ойла депті. Сендер түріне қарап тасбақа дейсіңдер. Орыстар орналасқан жеріне қарап надпочечник дейді. Біздің қазақтар ұйқы безі дейді. Оның ағзаның атқаратын қызметіне бар. Қайсымыз да дамыған деген ғой. Сондықтан денсаулық сақтау саласында жоқ сөз жоқ. Кейбір техникалар болса, оны келісіп алуға болады. Аударатын аударады, аудармайтын сол күйінде терминком бекітіп береді. Денсаулық сақтау саласы. Кез келген салада мен бүкіл министрліктерді аралап шықтым. 99-98% өзіміздің жігіттер мен қыздар істейді. Сондықтан солардың ойын өзгерту менің жүрген жүрісім. Қазір Астана қаласының, Алматы қаласының әкімдігі шақырып, 2 күні бітті, ертең 1 күн, 3 күн бұяқта оқимын. Қазір сенен кейін Қонаев қаласына кетіп баратырмын, сол жерде бір мектеп шақырып, одан кейін Маңғыстау шақырып жатыр, Ақтауға бара жатырмын. Яғни қай жер шақырса барып, жұрттың ойын өзгерту, ой арқылы сөзді өзгерту. Қазақта жоқ сөз жоқ, сөзге тоқтаған халықпыз. Біз емес, Радлов, Малов, Мелеранский деген лингвистер болған, әлемдік. Біреуі поляк, біреуі украин, біреуі орыс. Солар айтады, қазақ тілі бай тіл, бейнелі тіл, әуезді тіл. Қазақтар сөйлеп тұрғанда ән салып тұрған сияқты дейді ғой. Байлығы, мысалы, кеше аттан керемет жарыс болды ғой. Орысыңда да, ағылшыныңда да 3-4 аты бар. Болды. Қазақта жылқының жынысына байланысты, жасына байланысты, түріне байланысты. Бекен Қайрат деген Монғолиядан келген журналист бар Егемен Қазақстанда. 74 түрлі атауы бар. Бай ма тіліміз? Бай. Қазақ орысында племянник бәрі. Аталардың бәрі дед. Біздің 7 атамыздың әрқайсының аты бар. Баланың 7 ұрпаққа шейін өзінің жеке-жеке аты бар. Қыздың баласы болса жиен, ұлдың баласы болса немере, әрқайсының 7 атасына шейін атауы бар.
Бай ма? Бай. Бейнелі. Орыста бәрі острый. Нож да острый, перец те острый, үйдің бұрышы да острый, көзқарас та острый. Пышақ болса острый, әші болады. Пышақ болса өткір болады. Бұрыш болса әші болады. Үйдің бұрышы болса сүйір болады. Көзқарас болса жіті болады. Көрдің бе қандай бейнелі. Осындай тіл, сөзге тоқтаған халықпыз, өзге ұлттың өкілдерінің өзі таңғалады ғой. Қырғын соғыс қырылысып, екі ауыл төбелес болып жататын кезде бір мықты шешен келеді дағы, бір ауыз сөзбен дауды да жауды да тоқтатады. Сондай қуаты бар. Жалпы сөз деген ол әшейін қарым-қатынас құралы емес. Ол энергия, ол қуат, ол рух, ол ақыл, ол жан. Ой, апай, керемет, өте тамаша. Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда мен енді осы кітапқа айналдырып алып келгім келіп тұр. Негізі әр нәрсеге бір себеп бар ғой. Мен 2014-терде осы психология әлеміне бүйтіп келіп, жаңадан бүйтіп бастағанда, жаңадай қазақша кітап іздеймін ғой. Мен ойлаймын да, барлық психолог бақытты екен ғой деп, бүйтіп ненің ішін аралап жүрмін ғой. Біресе поликлиникаға барам, біресе мектептің психологына барам, біресе жеке отырған кісіге барам. Бүйтіп қараймын да, басқаша да, мен күткен нәрсе жоқ. Сонан кейін барып, ойбай, бұл психологтар қайда енді деймін, ондай адамдар. Сосын кітап іздеймін. Қазақша психология срочно маған бір кітап керек, шол түрде табайын деймін. Сөйтіп іздеп жүрген кезде, өкінішке орай ол кезде апай, қазақша психология кітап бар ма деген кезінде жоқ дейді. Қанша дүкенге кіріп шығам, жоқ дейді. Және де сол бір дүкеннің несі айтты, сен ана үлкен дүкендерге бар дейді. Қазақша кәдімгі, жаңағы осы кітап саласындағы алпауыт дүкендерге кірші, мынау деп жазып берді. Сонда барған кезімде қазақша кітап бар ма десем жоқ дейді. Яғни психология бар жоқ дейді. Жақсы, қазақша жалпы қандай кітап бар өзі деймін да. Сол кітапты беріңізші маған деймін ғой. Содан аламын да жаңағы кітапты бүйтіп қарайды да маған. Анау бұрышты барып қарашы, ана шкафты қараңызшы, сол жерде баршы. Барсам Абай, Шәкәрім барлығы сол жерде шаң басып тұр. Сосын кәдімгідей не болдым да қайтып келіп сұрадым. Неғып олар үйіп тұрсам, қазақтар кітап оқымайды дейді. Тура сөйтіп айтты. Мәссаған, бір қазақ оқитын кітап жазу керек екен дедім. Сол кезде мінекей осы кітап жазылды. Бұл енді Аллаға шүкір, мен сізге айтайын, қазіргі таңда мен кітап саласында бүйтіп кіріп бәрін ұқыр-шұқырын қарап жүремін да. Сонда бір байқағаным, қазір меломанға кіріңіз. Қазір қай кітап дүкеніне кірсеңіз де қазақ жастары кітап оқып отырады. Өте. Тіпті орысша кітап оқып отырса да қазақ жастары кітап оқып отыр. Одан кейін бізде мынау кафетерияларда мысалға да шай ішіп, кофе ішіп отыратын жердің бәрінде қазақтар кітап оқып отырады. Соның кейін барып біздің жастар негізі мынау қазақшаменен жақсы келе жатыр. Бізде мынау бір орта буын бар ғой, жаңағы ескі әлі құлдық немен келе жатқанша. Сондай нәрсе бар, бірақ дегенмен де қазір қазақ тілі, сіз сияқты үлкен ұстаздардың, жаңағы Мұхтар Шаханов атамыз қаншама мысалға осы күресіп кетті ғой, былайша айтқанда қазақ тіліменен, сол кісілердің еңбегі болар. Енді біз соларды оқып, көріп, сіздерді өстік қой. Қазақ тілі қазір қазақ тілін білмеген адам намыстанады. Ұялады қазақ тілін білмек үшін. Менің маңайымда жүрген бір жігіттер нелер бар етін. Енді бүйтіп ана күнделікті сөйлескен кезде, орысша қазақшамыз араласып сөйлесе береміз сол бір-бірімізді. Содан бір күні хабарлассам айтады, өстіп, Камшат, мен деген қазақша сабақ оқып отырмын ғой, бос болмаймын, қазір кешке жолығуға. Қандай қазақша сабақ деймін? Кәдімгі қазақ тілін дейді. Сен қазақша білмейсің ба деймін. Білмеймін, осы үшін білесің ба? Талай жерде жігіттермен бармай қалатынмын дейді. Бір кездесу, бір отыру, шақыру жерлерге дейді да, маған өте зиян тигізді, қазақша қазір мен үйреніп жатырмын дейді. Жасы бір 40-қа келіп қалған жігіт. Таң қалдым, қош сен қазақ, иә. Содан кейін хабарласса, сәлеметсізің бе, қалың қалай, кәдімгідей қазақша сөйлейді да, мен орысша қосам, сөйлеме, мен қазақша үйреніп жатырмын. Бұл деген не енді? Былай қаратқанда өзгеріс бар, иә. Енді апай осы жерде мынау өзгеріске кітаптың, білімнің қаншалықты маңыздылығы туралы айтсаңыз. Жалпы енді қазір Құдайға шүкір деп айтайық. Мен осы 70 жасыма дейін қызмет істедім. Содан кейін не істеймін енді? Өзімнің арманым, әлгі
98 жыл барғанда бір журналист менен сұхбат алған, сонда арманыңыз не дегенде, бүкіл Қазақстанның халқы қазақша сөйлесе деген. Сол менің бала кездегі арманым. Өйткені мен қорлығын көп көрдім бұны. Мен жаңағы Жамбыл облысы Шу ауданынанмын. Бізде жаңа Ақтөбе деген ауыл болды. Ақтөбенің мектебін жапты. Сөйтті дағы біз Мойынқұм ауылына, қазіргі Дружба болды, қазір қайтадан Мойынқұм. Сол Мойынқұмда 2 қабатты мектеп бар. Жаңа 15 ба бір түріктер тұрады, украиндар тұрады, соған баланы мектеп, орыс тілді мектеп. Енді бір 200-де бала көшіп келді ғой Ақтөбеден. Соған анан мектепті аралас жасамады. Сол жаңағы мектеп орыс тілді болып қалды. Менің әжем орыс тілге бермеймін деді. Сонда тағы оның тағандай несі болды. Мынау Ақтөбеден 1-ші класты бітіріп келген, мына жерге қайтадан орысшадан 1-ші классқа оқиды. 2-ші класстан 2-ші классқа. Жоқ дедім, мен бұны қазақпын. Сөйтіп мен 4 шақырым қыстың аязында, жаздың ыстығында қатынап қазақ тілінде оқығам. Жаңағы барғаным великий могучий русский языкпен өскем. Содан мен тілге деген махаббатым сол кезде ашылды деп ойлаймын. Кейін Совет одағының кезінде 85 жыл мен партия совет қызметіне келгенде Қазақстанда 72 аудан болды. 72 аудан, қазағы көп аудан, 80%. Сол жерде іс қағаз қазақша жүрді. Мен сол Түркістан облысының Бәйдібек ауданы қазіргі. Сол ауданда қызмет істедім. Осы бізге қазір келмей жатыр. Мен билікке айтатыным осы. Сол кезде Мәскеуде съезд өтсін, конференция өтсін, бізге соның баяндамасы да қағазда қазақша келеді. Кім аударады, ода біздің шаруамыз жоқ. Бізге қазақша келеді. Бізден бүкіл қағаз Шымкентке де, Алматыға да, Мәскеуге де қазақша кетеді. Осы жүйе қазір қайталанбай отыр. Сондықтан біз сол жаңағы жұрттың, мысалы қазақша сен айтсың, үйреніп жатыр 40-қа келгенде, кітап оқып жатыр дейміз. Бірақ соны пайдаланбайды. Біздің жаңағы бүкіл аудан 100% қазақ тұрсын, 2 тілде жазады. 2 тілде болғанда орысша жазады да қазақшасын аударып қояды. Бүкіл министрлік орысша жазады. Осыны тоқтату керек. Яғни бұл жердегі білім ұлттың рухын оятатын. Енді Мәшһүр деген бабамыз өтті ғой. Барлық айтқаны келген көріпкел кісі. Сол кісі айтады, тіл қолданысқа келмей, қазақ тілі, экономикада да, әлеуметтік жағдайда да, саясатта да жеңіс болмайды. Біз нәтижеге жету үшін осы салада біз өз тілімізде сөйлеуіміз керек, ойлауымыз керек, жазуымыз керек. Сондықтан сенің кітабың сияқты кітаптар өте керек. Сен өте дұрыс айтасың. Мен қазір жастарға ризамын. Теледидарда бағдарлама бар, ана сана деген, тағы жастар майданы. Көп жерде жастар баяғы Мағжанның кітап оқыған клубын қайтып құрып жатыр. Алматыда да, Астанада да. Олар да мені көп шақырады. Мен өте ризамын. Бір толқын жастар келеді. Бірақ барлық нәрсе бізде енді билікке қарап қалған адамбыз ғой. Билік өзгеру керек. Биліктің ойын өзгертуіміз керек. Биліктің ойын өзгерту керек. Халық оны талап ету керек. Сондықтан осындай қазақ тілі қолданысқа ену керек деген кітаптар, білімдер, сендердің жаңағы нелерің. Мен енді сенен бұрында біраз қыздардың сабақтарына қатыстым. Олардікі негізінен жаңағы бай болу, ақша табу деген жаққа кетеді. Сенің маған ұнағаның, сен ойыңды өзгерт. Мен осы сенің сабағың арқылы, сенің оқырманың арқылы барлық республикамыздың түкпір-түкпірінде ойын өзгертіп, мен қазақ тілін қолданысқа енгізуге апайға көмектесе дейтін адамдар болса, мен солардан ұйым құрып, сол жалпы қазақ тіліне кітабын оқи отырып, мысалы сенің кітабыңды оқыса, жүйесінің бәрі тұр. Неге осы келу керек? Осының барлығын қазақ тілге әкеліп, жаңағы әлеуметтік сала деген бар, отбасы деген бар. Мысалы балаларын сен айтып отырсың, жастар келе жатыр. Менің бір қорқатыным, қазір 5-6 жастар телефонға қызыққан балаларымыздың тілі орысша қайтадан кетіп қалады. Осыны сақтау үшін біз барлық жерде отбасылармен де, әлеуметтік саладағы жаңа 10 сала деген бар ғой, отбасы, карьерасы, руханият деген. Осы жерге біз осыны алып келуіміз керек. Ой өзгерткенде қазақтың баласы қазақша ойлау керек, қазақша сөйлеу керек, қазақша жазу керек. Сенің жазу деген маған қатты ұнады. Мысалы, ауызекі сөйлей алу мүмкін, жаза алмайды. Сондықтан кез келген жаңағы жақсы сөздерді жаздырып атқаным, 90 күн жаздырып атқаным маған қатты ұнады. Осыны қазақ тілін қолданысқа енгізуге. Мысалы, кез келген министрлікте
5 адам жазалама, 10 адам жазалама, 20 адам жазалама, сол қазақ тілінде жазса, сол министрлікке ол қолданысқа кіреді. Қазір бәрі орысша жазады да, сорлы аудармашы аударады да отырады. Анаған қанша нагрузка, кейде қате кетті, неге қате кетті десең, олар депутат болғанда айтады, апай, бол, тез үкіметке бару керек дейді да, мысалы мен бір өзім аударам, 20 адам жазады, есептеңізші 20 адамның жазғанын бір адам аударған дейді. Кезінде барлық министрлікте департамент болған. Барлық министрліктің өзі оқи түсінбейтіні түсінетін дәрежеге, түсініп сөйлей алмайтыны сөйлейтін дәрежеге, сөйлеп жаза алмайтын жазалатын дәрежеге кәдімгі жіктеп оқытатын. Осыны қайтып әкелу керек билік. Ал енді мынау қоғамдық ұйымға, қазақ тілі ұйымына, барлық мекемеде қазақ тілі ұйымын ашып, солардың ойын өзгерту керек, санасын өзгерту керек, сөйлету керек және жаздыру керек. Осы сенің сөйлеуіңе жазуың керек деген маған қатты ұнады. Жаздыру керек. Дұрыс айтасыз. Апа, енді қараңыз, сіз енді соншама білімді алып тастаған, былайша айтқанда ең жаман не ғой, анандай не ғой, мен бәрін білем деген, мен бәрін білем деген күні адам өшті бітті деген сөз. Сіз қазір жаңа бізді бәрімізді осы жерде шалқамыздан түсірдіңіз, 73 жасқа келдім депші. 73 жасқа келгенде апай ұқсап әдемі болып жүрсек, не деген керемет, сол осы жасқа келгенше апай, сіз келіп жаңағы бізден айтпақшы, мен Тараздың қызымын, мен де Луговойдың қызымын, менің туған әпкем екенсіз. Осы арада бәсе тегін тартпағанбыз бір-бірімізді. Сол жаңағы бір сіңіліңізден, қызыңыздаймын ғой, енді былайша айтқанда, сол сабақ алдыңыз. Осы сабақта сіздің өміріңізге қандай да бір пайдасы, өзгерісі, бір тиген көмегі болды ма? Ой, айналайын, көп көмегі тиді. Мен неменеге саған қайта-қайта рахмет айтып отырамын. Адамда бір не болады екен? Жасың жаңа өзіңе бір айтасың ғой, сен кедергі деп. Кедергі. Мен 53-те шықтым. 5 баланың анасы болғаннан кейін зейнетке 53-те шықтым. Бірақ 58-ге шейін үкімет сен зейнеткерсің деп есептемейді екен. 58-ге шейін ешкім басым қатырған жоқ, 58-ге шейін. 58-ге келгеннен кейін сіз 58-ге келдіңіз, зейнеткерсізден. Сол кезден бастап өзімді зейнеткерлікке дайындап, өзім жаңа рульге отыратын, енді бұрын менде ылғи алып жүретін жүргізуші болды. Айтамын, печаттап береді. Мен 2 кітап, 3 кітап шығарған адаммын. Ұлт мерейі, ұлт мұраты деп. Ол кезде айтып отырасың, жазып, не компьютерді үйренбеген. Мен машин, содан бастап машина айдауға үйреніп, компьютерге үйренем деп, енді оның бәрін үлгеріп қарқыма. Одан 60-қа келгенде депутат болып. Тағы қайтадан жүргізуші, қайтадан тағы. Сөйтіп енді 70-ге келгеннен қой дедім, ұят қой, жұрт істесін, жастар дедім, үкіметтік жұмыстан шықтым. Үйде отырайын десем, ішім толып тұр. Үйде отырып қалсам, ешкімге керегі жоқ сияқты, адам сияқты болып қалатын болдым. Сөйтіп жүрген кезде мен енді сенен бұрынғы қыздардың сабағына бардым. Барсам енді біреуге үй керек, біреуге, Құдайға шүкір, оның бәрі, Аллаға мың қайтара шүкір, оның бәрі бар. Маған керегі қазақ тілін қолданысқа енгізу. Сол жерге келгенде мен саған жазылдым. Бірінші жаңағы сабағың болды. Саған 1000 мәрте рахмет. Апайдан бастаймыз дедім. Мен не анау айтатынды ойланбайды отырған, бірақ Алла тағала аузыма соны салды. Мен жаңа тілдің мәселесін айттым. Сонда сен маған керемет, кәдімгі төбемнен қойып қалғандай тапсырма бердің. Апай, сен айқайласпай кітап жаз дедім. Мен содан бері неғып апайың еш жаққа шықпай отырып қалдым. Мен өзі айттым ғой саған, жазамаймын демен, қазір жазатын адам көп дедім. Тіл туралы кім көрінген жазамайды. Мен айтқанмен ол тілді түсінетін, білетін адам болу керек. Бір жігіт бар еді, мен соған жаздырсам деп жүргем. Соны көндіре алмай жүргем. Бүкіл Алладан тілейтін тілегімді де, арманымды да, мақсатымды да, пәленше маған кітап жазуға келісті деп пәлен күн жаздым, сценарийімді, өмірімнің сен айтқандай қылып. Сол жігіт келісті. Мен саған подкастқа келіп отырғаным, мен сен берген тапсырманың дүлдүлін орындадым. Құда қаласа, Алла машылық берсе, мен осы тілді қолданысқа енгізудің жол жөсігін көрсететін кітапты бастадым. Керемет. Сондықтан саған рахмет. Керемет апай, тамаша. Екіншіден, әлгі адамның 7 деңгейі деген бар ғой, Құдайға мың қайтара шүкір. Мен туғанда әкем бейшара жақсы көріпті мені. Соны өзі шопан, жаңа кітабымда бар,
келеді екен да, аттан түспей қойдан келгеннен кейін мені алдына отырғызып алып ел басқаратын қызым келе жатыр дейді екен. Сол менің мотивация өмірімдегі. Әкем 5 жасында өмірден озып кетті. Әкем шешем, сен әкең сөйтіп айтатын деді. Октябрят болдым, жұрттың тазалығын тексеретін, отряд советінің председателі болдым, пионер болдым, дружина советінің председателі болдым, комсомол болдым, комсомол комитет секретарі, институтта Лениндік стипендиат, факультеттің комсомол комитет секретарі болдым. Яғни өмір бақи сол әкемнің маған берген антын орындау үшін менің қызметім осылай өсе берді. Енді мына жаққа келгенде Астанаға маған жеткіліксіз болды. Мені шабыттандыратын отыратын әже де кетті, ана да кетті, енелерім де кетті. Маған бір сондай өзімме ұстаз санайтын. Мен сен өте дұрыс айтасың, ұстазым болу керек. Мектепте біз практиканы Рафиқа Нұртазинаның 12-ші мектепте өттік. Сонда мен сол кісі сияқты директор боламын деген болдым. Шымкентке келін болып тұрғанда интернатта Маржан Тасова деген герой болды. Мен интернатқа директор болдым, сол кісіге ұқсаймын дедім. Алдымызда Сайлапул Жапаровна деген апаларымыз болды, райком болғанда сол кісілер. Сондай адамдар алдымда болып келді дағы, осы неге келген кезде маған өсу керек болды. Сөйтіп Нарбековтың мастер классына шейін бардым. Білімнен ақша аямай дейсің ғой. Сонда мен аудан әкімінің орынбасарым, айлығым 7.000. Нарбековтың алғашқы курсы 2.000 болды. Енді қанша ақшасы болса да күйеуіңнен сұрай алмайсың ғой, мен сабаққа барам деп. Соны қиналып бардым, бірақ келесі курсы 15.000 болғанда маған 15.000 түк болмай қалды, ойымды өзгертіп. Оның мастер классы $1000 болды. Келесі жылы ол мастер классы өткізгенше маған $1000 ешнәрсе болмай қалды. Яғни адамның ойы арқылы келеді деген. Мен білімнен ақша аямадым. Сол осы 40-тан қалай астым, қандай курстар бар, оның офлайны бар, онлайн бар. Енді қазір маған мотивация сенен бұрын Алтынай Қарасаева деген апамыз бар. 84-те бүкіл дүние жүзінен шәкірттері бар, онлайн сабақ өткізеді. Мен енді қазір ковидта мен тып-тыныш болып қалдым ғой. Мен жұрт аралап, жаңағы Нарбековтен үйренген гимнастикамды көрсетіп, жасым 70-ге келсе де сөйтіп жүргенде жаңағы не болды? Ковид болғанда еш жаққа шықпай қалдым. Енді қазір Алтынай апамдан үйреніп алғаным бар. Онлайн сабақ өте беремін деп отырмын. Қазір енді қазақ тілімен жүрмін. 2 тақырыпта дәріс оқимын. Біреуі мемлекеттік тілдің ұлттық құбылысы және мемлекеттік мәртебесі, екіншісі отбасының берекесі. Тұрмысқа шықпаған қыздардың, тұрмысқа шығуы, жігіттердің үйленуі, ерлі-зайыптылардың татулығы, ене мен келіннің татулығы. Құдайға шүкір, екенеге келін болдым. Қазір келініммен бірге тұрамын. Еш жақтан ауылдың керегі жоқ, өз тәжірибемді жаңағы абайы бар, шәкәрім, Мәшқұр Жүсібі бар, қосып айтқан кезде жұрт орнынан тұрып қол соғады. Тамаша апай, әрине сіздің енді айтарыңыз, тәжірибеңіз жеткілікті. Мысалға, мен де ене болып отырмын. Сен естідім. Сенен алғаным сол кітапты жазған, соны ойымда болатын, ойымда. Бірақ нақты әрекетке көшпеген еді. Сол керек па, керек емес па, өзің компьютер басамайсың, өзің жазамайсың, кімге жалынасың, білесің ғой енді, ішкі оразкүл жібермей жүретін. Сен тура төбемнен қойғандай болды дедің, сол болды да қалды. Керемет апай. Асыға ол кітапты күтеміз, бұйырса. Енді айтпаймын деп білмеймін, жау айтпаймын. Жаңағы. Апайдың жай бір құпиясын ашып алдық. Құдай қаласа барлығымыз тілекшіміз, керемет кітап жазып, ойыңыздағыдай кітапты осы жаста бір тамаша бір дүние. Енді жарайды, біздің айтқан әңгімелеріміз, жүрген нәрселеріміз, жасаған дүниелеріміздің барлығы ұмыт болып қалатын шығар, ал бірақ жазып кеткен дүние түбі бұл ұрпаққа, кәдімгі ұрпақтан ұрпаққа азық болады деп сенемін. Біз оқып жатыр ғой Мәшһүрді, Абайды мысалға, қанша уақыттан келсе де, қанша сырттан бізге небір кітаптар келсе де. Ол кісілердікіне жетпейді. Ол кісілерге жетпейді ешқайсысы. Сосын анау Бельгер кезінде айтушы еді ғой, қазақ жұрттың бір том кітабын бір мақалға сыйдырып кеткен деп. Мынау ата әжелерге мен қазір айтатыным, Ылғи Димашты мысалға келтіремін. Димаштың мама дейді ғой енді әжесі, балабақшаға киіндіріп жатыр 3 жасар Димашты. Сонда
аспандағы жарқыраған жарық жұлдызым деп киінген. Болды ғой жұлдыз, болды. Сондықтан бізде ата әжелердің көбінесе айтатын сөзіне еге болу керек. Мен қазір отбасының берекесінде сұраймын, немереңе не деп айт. Бізде тұқымың құрғыр, жүгермек, соны айтады ғой. Ол кісілер кінәлі емес, олар соны естіп өсті ғой. Өйткені біздің әжелеріміз 20 ғасырда ашаршылықты көрді, ашаршылықта келген жұртты қарғады, соғысты ашқан, немісті қарғады. Біздің әже аталарымыздың аузында қарғыс толып қалған, қолдарында таяқ толып қалған. Енді бұның бәрін өзгерту үшін біздің дәрістеріміз керек. Соны сұраған кезде сосын Димастың әжесін айтам, басқаны айтам, эпостардың ішіндегі баланы айлануды айтам, осыны айтыңдар деп. Біздің баланы тәрбиелеу керек емес. Қазір менің замандасым ата әжені бата беруге, жақсы сөз айтуға, әке мен шешені тәрбиелеу керек. Содан барып өте дұрыс айтасыз. Сондықтан менің жаңа отбасы берекесі дегенім қазір өте Түркістан облысының жаңағы прокуратурасы өткенде отбасылық зорлық зомбылықта да шақырды. Кеше не өткізді? Нашақорлыққа қарсы. Сонда да мені шақырып, апай сіздің айтқаныңыз жұртқа керек деп, сол ауруханада жатқан жерінен сұрап соған барып келді. Күшті апай. Ешқашан шаршамай өстіп ұлт үшін жаңағы сіздің жасап жатқан еңбек енді болашақ ұрпақ үшін ғой, Алла қаласа бұның барлығы әйтеуір ұрпақтан қайтсын. Мен анандай отбасына қатысты, мысалы, рас айтасыз, біз баланы емес, бірінші өзімізді тәрбиелеу керек екенбіз. Мен де 5 бала тәрбиелеп отырған анамын, сонда бүйтіп қараймын ғой, қазіргі балаларды біз сияқты қорқытып, ұрысып, жаңағы алдап, жүн түтіп отырсақ, мұрныңнан моншақ шығады. Соған сеніп, менің апам алаша тоқитын, клиент тоқитын, алашасын екеуі бұдан алып кеткен осы жетістіктерді көрді. Сонда соны айтатын бізге, мұрныңнан моншақ түседі. Бүйтіп тұрып үйіп, теріміз жарық жоқ қой, ана 10-шы шамның жарығы менен. Соған сеніп өскен ұрпақ. Сосын мен апам алдында қарыздармын, о кісілер жаңағы барлығын эпостарды жатқа айтып беретін бізге. Ал Кирилл танымайды ғой. Сосын мен мектепке бара салып, апам маған осы Абай жолын, Сәбит Мұқановтың кітабын, Зейін Шашкин, біздің ауылдың кітапханасында кімнің кітабы бар, соны оқытқан. Соның арқасында ғой, әйтпесе мен физика-математика факультетін бітірген, физика пәні мұғалімі. Өте күшті. Жаңағы, енді біздің де мақсат балаларды тәрбиелеу үшін алдымен біз сияқты аналарды тәрбиелеу керек екен түсіндім өзім балаларға қарап. Сосын барып, қазір енді қатты не басым бөлігіміз табыс табуға, ақша табуға, бай болуға, жұлдыз болуға қатты шапқылап жүрген заман қоян, заман сол да, оған не демес. Оларға да рахмет. Олар да барлық жағын қамтыған болады, бірақ тақырыптар анандай. Жоқ, сол кезде бізде отбасы деген мәселе ақсап қалып жатады. Сосын байқасаңыз, мен енді өте көп кездесем, сондай нелерменен жаңағы әйел адамдар алдыға түсіп кетіп, ақшаны көп тауып кетіп, бізде ер азаматтары жаңағы артта қалып, болмаса әйелдің тізгінін тартамай жатқан жағдайлар да бар да. Сол себепті біз әйел бақытты болса, әйел білімді болса, әйел дана болса, бұл бүкіл ұлттың тәрбиесі, ұлттың кәдімгі көрсеткіш нәтижесі ғой. Одан шыққан ұрпақ, одан шыққан жаңағы отбасында қаншама немере шөбереге, сіз енді жаңа өзіңіздің жасыңыздағыларды айтып отырсыз, расында да әжелерге де қазіргі не дейміз, заманауи әжелерге де, аталарға да бата беріп, сондай нәрселерді білмейтіндер де бар екен, расында да бата бер. Тойға барсаң бата бер десе, тілек айтып тұрады. Сондай нәрселер дұрыс айтасыз. Ақтау жақ керемет бата береді. Менің құдам бар. Құдам енді бата берген кезде үлкен жеңгемнің есі ағылып шығады ғой. Сосын жаңа өзіміздің ауылдағы көкелеріміз айтып, жаттамасаңдар, жазып алыңдар шынаны дейміз. Мыңқ-мыңқ етіп тұрасыңдар дейміз ғой, шынымен де. Өте дұрыс нәрсе. Енді осы бала тәрбиесіне қатысты кішкене не қылсақ, мысалға, бүгінде білмеймін, заман сондай болды ма, баласын жалғыз тәрбиелеп жатқан аналар бар, және кәдімгі толыққанды отбасында бар. Бүгінгі күннің балалар, сіз қаншама ұрпақ өттіңіз? Мен бүйтіп қарап отырсаңыз, өзіңіздің балалар, өзіңіздің қатарластарыңыз, мысалға да үлкен әпкелеріңіз, одан өз балаларыңыз, немерелеріңіз дегенде бүйтіп қарап отырсақ, шөбере бар мінекей. Сол ұрпақты өтіп келесіз, сол ұрпақтардан қандай да бір айырмашылықтарын бізге
өзіңіздің мына ұстаз ретінде көрген байқағаныңызшы, мына балалар кезінде мынандай еді деген сияқты бір нәрселер бар ма? Жалпы баланы тәрбиелеме, өзің тәрбиеле деген біздің әке шешеміз еңбекқор болды. Өйткені жұмыс істемесе ол мүмкін емес еді. Өздері жұмыс істемегенге айыппұл салатын заман ғой. Өздері азынан кешке шейін жұмыс істеді, бізді еңбек арқылы тәрбиеледі. Еңбекке баулады, еңбекке тәрбиеледі. Одан кейінгі біздің кезімізде солардан қалған немен келдік қой, мақтаны тердік, қызылшаны тердік дегендей. Қазіргі балаларда, мысалы ата-аналарда телефон болып кетті. Қазіргі ең еді. Анау Абай айтады ғой, махаббаттан жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланың жаннаты. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділет деп. Мынау Әл-Фарабидің еңбегінде де Сәбитхан Ғапбасов ағамыз айтады, ананың құрсағында бала жаратылғанда махаббаттан, Алланың нұрынан жаратылады екен. Сол нұрдан жаратылған бала ананың құрсағында, жаңа Алтынай Қарасаева айтады, 4 айда бала күлімсірей бастайды екен ананың құрсағында. Жатқанда күліп жатады екен. Туғанда әлі көзі көрмейді, құлағы естімейді, бала тағы күлімсіреп жатады. Білесің ғой, күліп жатады бала, өзінен өзі шалықтап жатыр дейміз. Яғни сол балаға өмір бақи махаббат керек. Сол баланы құшақтау керек, сүю керек. Оны сенің кітабыңда керемет етіп жазасың. Бізде осы жағы жетіспейді. Мысалы балаға я анасы, я әкесі сабақтан келгеннен кейін құшақтап, сабаққа кетіп баратқанда құшақтап, сүйіп, жаңағы Димаштың әжесі айтқан сөзді екі әженің біреуі айтпайды. Осындай жаңағы кішкентай кезінде дос сияқты сырласпағаннан кейін, кіммен жүріп, кіммен тұрғанын сөйлеспегеннен кейін, баламен бірге кітап оқымағаннан кейін, балаға эпостарды, жырды жаттатпағаннан кейін, ата-ана мен бала бөлек, суық. Сондықтан үлкейгенде сен неге маған қарамайсың, мен неге қарттар үйіне тапсырасың, өйткені баладан бөлек тәрбиеледі. Сондықтан қазіргі осы баяғы ұлттық құндылығымызға келу үшін біз баяғы келіні екі қабат болған кезде құрсақ шашу берген қазақпыз. Сондықтан келінді ойбай анау екі қабат емес па қарамайды. Ұрсу, жұмыста бастық ұрсады, үйге барса ата-енесі ұрсады. Содан неше түрлі ауру балалар тұрылады. Сондықтан қазақтың баяғы салтына қайтып келу керек. Яғни келін ауыр аяқты болды ма, ол ең сұлу келіншек, мектепте де оған жұмыс істеген жерінде ұрыспау керек, және ата ене оған құрсақ шашу беріп бөлек. Осы кезден бастап балаға махаббат берсек, күлімсіресек, күлсек, нені білдіріп қойса да 5 жасқа шейін патшадай күттеген қазақ. 5 жасқа шейін тек құшақтап, нені білдіріп қойса да, ой, бәрі жақсы, бәрі керемет болады деп жақсы сөз айтуымыз керек. 5-тен 12-ге шейін жаңағы тіл үйретесің ба, математика, неменеге бейім соны үйретіп жүргенде де құшағыңа алып, құшақтап, сырласыңдай, досыңдай, оққан кітабын қарап, телефон қарағанда да не қарап отырғанын қарап. Қазір атада бір телефон, енеде бір телефон, жұрттың бәрі бір-бірінен бөлек болып кетті. Содан бір-біріне деген махаббат жоқ, бір-біріне деген қарым-қатынас жоқ, бір-біріне деген сырласу жоқ. Ол наша шегіп жүр ма, ол біреуді зорлап жүр ма, бір кәдімгі бөтен адам сияқты болып қалды. Сондықтан менің айтатын тақырыбым, Құдай бала берді ма, жігіттерге айтам, бақты даладан іздеме, баладан ізде. Өте дұрыс айтасыз. Жаңа айтып кеттіңіз осы жақсы сөз сөйлеу керек деп та. Мен қызық болғанда жаңағы расында да бүйтіп сөзімді өзгертіп, енді жаздым ол туралы, сөзімді өзгертіп көрейінші. Бірінші сөзіме мән беріп көрдім. Мен бұны сабақта да тапсырма қылып берем. Жаңағы кеш келген бақыла қазір алып берген саған. Сол кезде жаңағы сөздерімді қарасам, расында да анау ауылда титтей күнімде естіген сөздерімнің бәрін әкеп мен қайталап балаларыма айтады екенмін. Соны алдымдағы дереу тоқтаттым да қадағалап отырып, кәдімгі біз автоматты түрде өмір сүріп жатырмыз ғой жалпы. Соны алдымдағы саналы түрде әрбір сөзімнен бастап қадағалауға бастадым. Сонда қарасаң, сіз айтқанда қазақтың сөздік қоры деген өте бай, керемет. Әрбір басқа тілді үйренетін болсаң, саған айтады ғой, сен сөздік қорыңды көбейтуің керек, көп словар жаттауың керек сөздер дейді. Сонда сен сөйлем құрай аласың, әңгіме. Енді әрбір қазақ болып туылған адамның сөздік қоры жеткілікті.
иә, ол керемет сөздің бәрін естіген, бірақ біз қолданыста жоқпыз. Қалайсың, анау мынау жақсы, нормально бір нәрсе сондайменен өтіп келе жатырмыз да. Сондықтан сол сөздік қорды мен алдымда бірден қадағалап, өңке керемет ғажап сөздерді сөйлеуді әдетке кәдімгі бүйтіп айтайын десем ұмытып кетем жаңағы. Сосын алдымда өзіме бүйтіп график қойып қойдым. Алдымда сол бойынша күн сайын 5 реттен осы 100 әдемі сөзді айтамын дедім да. Сөйтіп жаттап айтып бір 5-6 ай істедім. Шынымен де сөзім түзелген кезде басталды ғой өзгерістер. Бүйтіп қарап отырсақ та көп нәрсе керек емес. Сондықтан әр қазақ жаңағы ата бабамыз айтып кеткен жақсы сөз сөйле, жақсы сөз жарым ырыс деген, жақсы сөз жан семіртеді. Иә, жан семіртеді. Сөз деген энергия дедік қой. Бір ауыз сөзбенен анау жерде жатқан адамды бүйтіп тұрғызып аласың. Бір ауыз сөзбен жерге кіргізіп жібересің, ол былайша айтқанда. Сондықтан жақсы сөз сөйлеңіздер. Осы тұста бізде жақсы сөз жарым ырыс деген мынандай кітап бар. Мен сол күні Лаурадан бәрін сатып алдым. Бұған және бұдан бұрынғы оқыған психологтардың бәрінен жазып жатырмын. 90 күннің енді 60 күні біліп қалды. Керемет апай. Мінекей, білімді білетін кісілер. Мен білемін, көп оқығанмын деп айтуға болмайды. Адамсың ғой. Мынау жаңағы айтқандай әдет болып қалған сөзді бір нәрсе болса атаңа оқи, бір нәрседе. Кеше ғана осы үлкен қызым үйіне барып, бір нәрсеге ашуланып, баласына бір нәрсе деп тастасам, мама сіз сөзіңізді ойланып сөйлеушіңіз ғой. Автомат кетіп қалады да бәрібір. Сондықтан сенің жаздырғаның. Ол енді мен бұрын Нарбековке бір жаздым, кімге бір жаздым, ол өтіп кетті ғой. Мына мен қайта-қайта сендердің курстарына қатысатын, біздің жасымызда қайта-қайта бізді жолға салып тұр. Сондықтан мен болдым, толдым деуге болмайды. Түстік өмір берсе Алла тағала кештік мал жина дейді. Мал деп отырғанымыз біздің біліміміз. Білім болғанда да жан іліміміз. Сондықтан бұл психологтардың көбейіп кетті деп айтқандарға мен қарсымын. Көп бола берсін. Сенің санаң бар, ойың бар, өзің таңдайсың да қалағаныңды тоқтайсың. Мен өзіңе тоқтадым айналайын. Рахмет, апай. Өте қандай керемет, мінекей. Білім алу, өзгеру деген, іздену деген жасқа қарамайды. Мына кітабыңды да сатып алдым. Бұның да керемет өмірдің мәні деген. Бұрын енді анау шет тілден мен енді сен оқыған психологтардың бәрін оқып шыққам. Бірақ енді мен бүйтіп жазған жоқпын. Мына сенің кереметтілігің мынандай қылып көрдің бе? Арасына мынандай қылып қойғаны бұл есте сақтауға, алып қалуға өте жақсы екен. Өте мынау кітап өте жүйелі жазылған кітап үшеуі. Рахмет саған. Рахмет апа, рахмет. Енді саған жұғыс болсын, мен сенің шәкіртің болып 2 кітап шығарам ба, 3 кітап шығарам ба, саған осы жөнінен шәкірт болайын. Өйткені анау сен апай менен бастайды деп тіпті ойлаған жоқпын. Шығыс Қазақстанда бір құдаларымыз қазір аталарына ас берген деген сөйтіп шақырған мені. Сол жерге барып бәрі отыр. Мен айтамын, жоқ, мен 8-де сабақпыз де. Сөйтіп кейіп неге шықтым ғой, оны анау бірге отырған бір құдағиымыз жазып қойыпты Инстаграмға. Сөйтіп мен шықтым. Сенің сабағың, сөйттім де мені көрдім де, ойбай не деп, соның аузыма жаңағыны салып ем. Сол Алла тағала сені жолықтырып тұр, жақсы сөз, сол. Дұрыс апай, өте дұрыс айтасыз, керемет. Мына не деді? Жаңағы кітаптарыңызды міндетті түрде Құда қаласа оқимыз. Енді қашан біткенше айтпау керек еді, білмеймін, айтпау. Жоқ, ол жақсы, бәріміз тілекші боламыз. Бірақ сенде мынандай да сөз бар. Ойыңдағыны айқайлап айтсаң, біреудің сөзі келтіріп қойғансың. Ол міндетті түрде орындалу үшін айтпастан шығар. Дұрыс, бәріміз осы жерде отырған. Сен құсап 2-3 кітабымды көрсетіп отырайын. Жаңағы Алтынай Қарасаева апамыз айтады, Алла тағаланың бізге беретін уақыты 150 жыл, 120 жыл, ары кетсе 150 жыл дейді. Біз енді енем марқұм. Біз тұрмыс құрған кезде жаңағы ауырып, түнде ұйықтамайтын, қан қысымы көтеріп жүрген. Содан енді бірінен кейін бірін Құдайдың берген балалары келді ғой. Солар менен алданып, ауруын ұмытып кетті. Сонда менің үлкен қызымды айтады, осы жанарды ұзат көрсем. Жанарды ұзат та кетіп қалды. Мен енді баламның ең кенжесі қазір 2-де. Мен айтам, осы ажарды ұзат. Алла қаласа, соға шейін бірнеше кітап жазуға жазсын Алла. Жазуыңыз керек апай, анда ішіңіздегінің барлығын шығарып кету керек та. Өйткені қаншама азық бар оның ішінде. Керек. Бүгін болмаса да ол міндетті түрде оқылатын нәрсе керек. Қазір біздер, одан кейін бізден кейінгі бір 20 жылға дейінгі жастар бәрі таза жақсы қазақша біледі, сөйлейді. Енді өкінішке орай
мына кішкентай шүлдірлеп келе жатқан балалардың тілдері бүйтіп қарасаң көбісі орысша шығып жатыр да, оны рас айтасың. Жаңа мультфильмде мен кезінде көтергенбіз, жұрттың бәрі көтеріп жатыр ғой. Мысалы, Маша Медведьті орыстар Голливудта түсірді. Білесің қанша доллар тұрады. Бізге де сондай мықты мультфильмдер шығарды. Тілге ақша бөлінсе, тілге бөлінген ақша түк емес. Осы баланың қызығып көретін мультфильміне қанша ақша керек, билік соны бөлу керек. Иә. Сондықтан мен билікке тиіспей отыра алмаймын. Өйткені ол соған барып тіреліп тұр. Билікте отырған үлкен ағаларымызға, көкелерімізге айтамыз, құлақ қағыз, осы біз енді жалпы қоғам жақсы болсыншы деп, маңайымыздағы адамдар жақсы болсыншы деп, өз басым сондай да, мен ойлаймын, мына онлайн сабақты алғаш 2017-те мен алып келдім осы. Өзім солай оқыдым да, сонда менің бар арманым бір 5-6 адам болса да өзгеремін деген басын біріктірсем дедім да. Сол адамдардың басы біріксе, олар бірін-бірі сүйрелеп, әйтеуір өзгерсе ол 5-еуі маңайындағы 5 адамның өзгеруіне себепкер болады ғой дедім. Сонда бір 25 адам өзгерсе, сөйтіп ойлағам да. Енді бүгінгі таңда мыңдап, Аллаға шүкір, кетіп жатыр. Қоғамға, кез келген адам ол қоғамға өзінің үлесін қоса алады. Ол міндетті түрде билікте отыру, басқада отыру емес. Осы жерде, осы отырған жерімізде мен бақытты болсам, менен шыққан 5 бала бақытты болып жатса, олардың маңайындағы адамдар бақытты болбаса, дұрыс жолда жүрсе, дұрыс сөйлеп жатса, дұрыс өмір сүріп жатса, бұл біздің қоғамға қосқан үлесіміз. Сондықтан әрбір үйде отырған, бала тәрбиелеп отырған, болашақ күйеуге тиіп бір әулетті барып бақытты қыламын деген қыз келіншектер, ер азаматтар міндетті түрде білім алыңыздар. Білім болғанда да жан әлемі, мынау жан әлемі деген нәрсені өзіңді танысаң болды ғой. Өзіңді танысың. Өзіңді танысаң, Аллаға риза боласың. Өзіңді, әкең мен шешеңді риза қылсаң. Өте дұрыс айтасыз. Өзіңді таныған кезде сен маңайыңдағы адамды да түсіне бастайсың, бәрін де түсіне бастайсың. Бүгінгі таңда біз осы дәл жаңағы подкасты бастаған кезде мақсатымыз кәдімгі шынымен де сіз білесіз, біздің топта қандай адамдар өзгеріп жатыр, қандай адамдар қалай жетістікке жетіп жатыр. Олар бүйтіп жарық жұлдыз болып, олап-шулап кетпесе де, бір әулетті қалай әдемі қылып отбасы жасап жатыр да, соларды көрсетейік дедік. Соларды бөліссін ойларыменен, қайда мәселе екен, қай мәселені қалай шешу керек екендігін айтсын деген ой болды. Және сол осы подкасты өмірін өзгертіп, ойын өзгертіп, өмірін өзгерткендер хикаясы деп қойдық та. И сол жерде дәл осы подкастқа арнап біз жаңамен деген сабақты кәдімгі жаңа форматта жазып шығардық та, қазіргі таңда осы сатылымда өте қолжетімді бағамен қоя салдық. Яғни мынаны көріп отырған адам жай бір шабыт алып қойып қоймасын дедік та. Сол сабақты алсын, содан кейін өзгерсін. Ол да осы жерге келіп ойымен бөліссін, ол да кітап жазсын, ол да басқа қылсын. Өте дұрыс айтасың. Ана менің қызметтік мансабымды көріп кейбір адамдар ойлауы мүмкін. Мен қарапайым шопанның қызымын. 5 жасында әкемнен, 20 жасында 3-ші курста анамнан қалған. Егер менің жеткен жетістіктерім болса, осы білімді көтеру оқудан. Сондықтан жаңа менге міндетті түрде жазылып айналайындар, алыңдар. Оған кеткен ақшаң 1000 есе болып өзіңе қайтып келеді. Мен қазір жасым үлкен деп емес, қайта жасару үшін жұрттар маған айтады, жасарып кеттім. Сенің қыздарыңмен бір клубтамын. Шымкентке бардым, Шымкентте клубта қыздармен шай іштім. Астанадағы қыздармен сенбі сайын шай ішеміз. Сондықтан ол қыздардың барлығы кереметтей дамудың үстінде. Жаңа сен өте керемет айттың. Өкінішке орай, соның ішінде қыздар көп қой. Мысалы, жаңа менді жігіттер алса, солар жаңадан жігіттеріміз өзгерсе. Өйткені қазақ айтады ғой, еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі. Мықты болса егесі, майыспайды шегесі. Жаңа отбасыларында болып жатқан зорлық зобалаңды, сол бәрі ер азаматтардың өз-өзін танымауынан. Сондықтан айналайын жігіттер, ойламаңдар, кәмшат әйел, сондықтан ол жаңа қыздарды ғана тәрбиелейді деп. Кәмшат ол адам жанын түсінген адам. Сондықтан ол ұлға да, қызға да айтылады. Жігіттер, сендер де келіңдер, сендер де өзгеріңдер. Ер азаматтар өзгергенде біздің қоғамымыз ертерек өзгереді. Өте керемет, рахмет апай. Сізден мұндай нәрсені есту әрине біз үшін өте бір үлкен мәртебе. Сабаққа қатысамын деген кісілер төменде бізде сілтеме болады. Сол жерге міндетті түрде жазыңыздар. Енді апай, тағы да қандай да бір алып қосарыңыз болса, айтарыңыз болса.
құлағымыз сізде. Менің айтарым, Кәмшат, айналайын саған, сенің айналаңа жиналған өзін жеңген қыздарға, өзінің айналасына осы мемлекеттік тілдің қолданысқа енгізуін насихаттаса, керек болса бір қоғам құрсын, бәрібір олар әйтеуір бір нәрсемен айланысады ғой. Олар барлығы асханаға барады. Бәрі мейрамханаға барады, бәрі банкке барады, бәрі жаңағы аурухана, емханаға барады, бәрі жаңа көйлек сатып алады, бәрі нан сатып алады. Сол жүрген жерінде тура сен сияқты болып, кәдімгі оқтау жұтып алғандай, маған қазақша сат, менен қазақша амандас дегенді талап етсе, ол үлкен жеңіс болар еді. Мен осы аудиториясы бар, соңынан жұртты еткен адамдардың барлығына сабағына қатысқанда айтатыным, мемлекеттік тілді қолданысқа енгізейік. Өз тілімізбен, ол өзі әлемде қазір 7018 тіл бар, соның ішінде 95-і ғана мемлекеттік тіл деген мәртебесі бар. 95-тің біреуі қазақ тілі. Қазақ тілі байлығы жөнінен орыс тілінен артық, бірақ кем емес. Оны артық жасайтын әрбір қазақ, әрбір қазақстандық. Сондықтан Кәмшаттың жеңімпаздарынан тілейтінім, жалпы жаңадан келетін жеңімпаздардан тілейтінім, таңертең тұрғаннан кешке жатқанға дейін өзіміздің бай, бейнелі қазақ тілін қолданысқа енгізейік. Бар болыңыздар, нар болыңыздар. Өте керемет, мінекей біздің Оразгүл апайдың айтқаны менің туған әпкем болып шықты. Осы кісінің айтқан әңгімесін көрдіңіздер. Жалпы сіз болып, біз болып ойымызды өзгертейік, өмірімізді өзгертейік, және тәрбиелеп отырған мына бала шағамыздан бастап әрбір жүрген жерімізде қазақша сөйлейік. Қандай керемет, қазақша сөйлейік, қазақ тілі бай. Бұны шынымен сырттан бізге келген жаңағы қонақтар, мен сол кезде бір қатты ұялып қалғаным бар. Қонақтар, Турциядан қонақтар келді, соларды ары бері ертіп жүрсем, барлық жерде орысша сөйлеп қарсы алады ғой. Сосын мен қазақша ұрсып тұрамын, ана қыздарға айтамын, қыздар, мына қонақтар келіп тұр, қазақша сөйлеңдер. Бұлар қазақты кішкене болса да түсінеді. Бәріміз ұқсаспыз ғой деймін да, неге орысша сөйлейсіңдер деп жаңа сөйтемін ғой. Сөйтсем, соңында бәрібір сол сөзді естіді қонақтардан. Неге сіздер орысша сөйлей бересіздер дейді. Неге сіздер екі адам қосылса, ол жерде орыс көрген жоқпыз дейді. Дұрыс. Ешкімді, ешбір ұлтты бөліп жарып тұрған жоқпыз. Мен орыс тұрған жерде орысша сөйлеймін. Яғни сатушы орыс болып жатса, я болмаса келген сенің жаңағы нең орыс болып жатса, қонағың орыс болып жатса, орысша сөйле. Ал енді алдыңда осындай қазақ қыздары тұрғанда, қазақ апайлары, қазақ жігіттері, қазақ жастары тұрған кезде бір-бірімізге қазақша сөйлейік. Оразгүл апай, мені бүгін осы жерге қонақ болып келіп өте қатты қуанттыңыз. Біз өте көптеген бір жақсы пайдалы ақпарат айттық деп ойлаймыз. Және бұл біздің жаңа соңғы кездесуіміз емес деп ойлаймын. Әлі талай бөлісетін әңгімелеріміз өте көп сияқты, ортақ ойдан шығатын. Мына жерге мен қазір ойыма келіп Лаураны әкеп отырғызып қойып, мысалға 3-4 адам болып та айтуымызға болады. Бір тақырыпты балаларға арнап тастауымызға болады, отбасына қатысты. Сондықтан біздің айтар әңгімеміз көп. Біздермен болған сіздерге де көп-көп рахмет. Біздің сабақта аламыз, кітапта аламыз деген кісілер төменде міндетті түрде комментарийға жаңағы ссылка қойып қойдық, сол жерден хабарласасыздар. Және бүгін Оразгүл апайдың құрметіне тағы да бір 5 кітапты қоямыз, 5 кітапты тегін береміз. Оның шарттары міндетті түрде төменде комментарийда осы подкаст туралы ойларыңызды, түйгендеріңізді бөлісіңіздер, жазыңыздар, біздің парақшаларға тіркеліңіздер, және лайк басамыз міндетті түрде. Сонымен қатар Инстаграм парақшаларыңызға барып, Оразгүл апайдың парақшасын және біздің парақшаны белгілеңіздер. Араларыңыздан біздің жігіттер таңдап алады. Сіздерге жаңағы кітапты кімге сыйлайтынын айтады. Көп-көп рахмет апай. Рахмет айналайын. Рахмет. Алла жар болсын. Сау болыңыздар.